Сәлем, менің таңғы рутинам қайырлы таң. Бізде бүгін күннің көзі шығып, әдем болып тұр. И потом бетімді осындай умывашкамен жуып алдым, жақсылап. Одан кейін таңғы бет күтімін жасадым. Ең алдымен бетіме осындай тонер жағамын. Тонер бетті ылғалдандырады, бетіңізді келесі этапқа дайындайды, қыздар. Тонер жақпасаңыз, келесі жаққан сывороткаларыңыз бетіңізге сіңбейтін болады. Сондықтан тонерді міндетті түрде жағамыз, қыздар. Бұлар бізде в наличии бар, заказ берсеңіздер болады, қыздар. Сонымен қатар бет күтімі жайлы консультацияға жазсаңыздар болады. Одан кейін қазіргі қолданып жүрген сывороткам Skin 4 брендінің осындай отбеливающий сывороткасы. Кішкене бетті ағартуға көмектеседі, өте керемет текстурасы. Кішкене қоюлау, ішінде осындай капсулалар болады. Жаққан кезде капсулалары еріп, бетіңізге әдем болып тұрады, қыздар. Сыворотка тоже өте маңызды. Бет күтіміндегі ең маңызды рөл атқаратын осы сыворотка болып табылады. Сывороткадан кейін міндетті түрде крем жағу керекпіз. Сыворотканың молекуласы өте майда болады, сондықтан бетіміздің ең тереңгі қабаттарына өте алады, сондықтан да жақсы жұмыс жасайды. Сывороткадан кейін міндетті түрде сыртынан крем жағасыздар. Крем жақпасаңыздар, жаққан сывороткаларыңыз далаға ұшып кететін болады, қыздар. Жақсылап массаж жасап, осылай жағып алдым. Потом сыртынан міндетті түрде SPF крем жағатын боламыз. Менің қазіргі қолданып жүрген SPF крем Selimax брендінің SPF кремі өте керемет SPF крем. Текстурасы жеңіл, маған қатты ұнады. Бетіңізде майлы болып тұрмайды, барлық бет типіне түсе береді. Бетіңізді күннен 8-10 сағатқа қорғайды, қыздар. SPF кремді жаққанда осындай 2 саусаққа жағып алып, 2 саусақ толатындай етіп жағасыздар. Мен мына жерде аз жағып қойдым, потом үстінен қайтадан жағып алдым. Өте керемет. И еще бұл отбеливающий эффектпен кішкене бетіңізді ағартады. Бұл химический фильтрдегі SPF крем. Жаққан кезде аппақ болып тұрмайды, бірақ құрамда ниацинамид бар. Жайлап-жайлап бетіңіздің ағаруына көмектеседі, қыздар. Өте керемет SPF крем. Бұған да заказ берсеңіздер болады. Бізде бар. Бағасы қазір акциямен 5500 теңгеден тұр, қыздар. WhatsApp номер қалдырам, сол номерге жазсаңыздар болады. Таңертеңгісін крем для лица жақпай, осындай SPF крем жақсаңыздар болады таңертеңгісін. Потом үстінен макияжыңыз жаға бересіздер. Ходымды жасап болдым, енді макияж жасайын бетіме. Осындай күнделіктіге жеңіл BB крем жағамын. Тоже бұл бізде наличие бар, қыздар. Бағасы 3000 теңгеден. Мен уже 5-6 жылдан бері осы BB кремді қолданамын. Текстурасы өте күшті, бетіңізді бір тонға ағартып, барлық недостаткасын жасырып тұрады. И легкий макияж күндізгіге осындай ашық қоңыр түсті тенді алып, көзімнің үстіне жағып алдым. Потом көзімнің шет жағына кішкене қоюлау түсті жағатын боламыз. Көзді кішкене ашып, әдемі көрсету үшін. Жалпы менің көзім өзі кішкентай, сондықтан осындай тендерді қолданамын. Көзімді кішкене үлкен көрсету үшін. Көзімді ашып тұру үшін. Осылай жақсылап жағып алдым. Потом көзім астына кішкене карандаш жағамын, тоже көзімді үлкейтіп көрсету үшін. Көздің шетіне ғана жағамыз. Екі көзіміздің шетіне. Ортасына жағатын болсаңыздар, жаман болып қалады, панда эффект болып. Сондықтан тек көздің екі шетіне ғана жағатын боламыз. Одан кейін бізде подводка сызамыз. Көздің екі шетіне тоже подводка көзіңізді ашып, әдемі етіп тұрады. Қыздар, осындай блогтарды көп түсіргенді қаласаңыздар, комментарий жазып, подписаться етіп алыңыздар. YouTube, TikTok, Instagram каналдарыма осындай ұзақ видеоларды түсіретін боламын. Барынша енді
тырыстым түсіруге. Алдағы уақытта бұдан да жақсы качествода, жақсы идеямен видеолар шығады деген үміттемін. Әзірге пока осындай видеолар. Лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. И потом ернімнің шетін осындай қоңыр карандашпен бояп алам, кішкене ерінді үлкейтіп көрсету үшін. Одан кейін ортасын өзіңіз қалаған түсте бояйсыздар. Әдемі